Жас ұрпақтың IT салаға робот құрастыратын үйірмелерге қызығушылығы жоғары. Бұл келешекте жаңа технологияларды ойлап шығаруға жол ашпақ. Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде аймақтық робототехника олимпиадасы өтті. Халықаралық байқаудың шешуші кезеңі бұған дейін Таиланд, Үндістан, Қытай, Ресейде өткізілген еді. Биыл республикасында топ жарғандар Венгрияда өтетін олимпиадаға жолдамалады. Ақылды қала жас өнертапқыштар ұсынған жобалардағы басты тақырып. Дәстүрлі байқауда бағдарламалау мен инновациялық технологияның тілін жетік меңгерген жеткіншектер бас қосты. Аймақта кезең халықаралық робототехника олимпиадасының ережесіне сай өткізілді. 45 команда, 100-ге тарта қатысушы өз қиялынан құрастырған құлтемірлер мен стартап жобалардың дені ақылды басқару жүйесіне негізделіп жасалған. Бұл соңғы технологияларды күнделікті тұрмысқа енгізіп, адамдардың жайлы өмір сүру үшін аса қажет дейді Ержан Жамашев. Зияткерлік мектептің оқушысы, бұған дейін халықаралық жарыстарда бақ сынаса, бұл жолы қазылар алқасының мүшесі. Ақылды қалаларға байланысты өзінің жобаларын көрсетіп жатыр. Мұнда тек қана жобалар емес, негізгі категорияда бар. Мысалға, негізгі категорияда оқушылар түрлі белгілі бір генераторларды өз орындарына қойып, электроэнергиясын шығаратындай бір модельді құрастырып шығу керек. Болашақта менің ойымша көптеген заттар роботтармен немесе программалармен жасалынатын болады. Жәнбектік жас өнертапқыштар елді мекендерді қуат көзімен қамтамасыз ететін электромагниттік станцияны ойлап тапқан. Олардың айтуынша жоба энергия тапшылығын шешуге мүмкіндік береді. Осы электромагниттік электростанциялар арқылы біздер болашақтағы ғимараттарға жылу және энергия бере аламыз. Оның көптеген жақсы жақтары бар. Мысалы, күн энергиясын алсақ, оларға міндетті түрде күн сәулесі қажет болады. Және де олар түнде жұмыс істей алмайды, өйткені күн сәулесі жоқ болады. Ал біздің жобамыз бұл тек қана магниттердің бір-біріне теріс қарай орналасып, бір-бірін итеру. Сол арқылы біздер қуат аламыз. Бұның көптеген тағы да оның ерекшеліктері, ол күні-түні жұмыс істей алады, және де ешқандай қоршаған ортаға зиян келтірмейді, экология жағынан таза. Бүгінде жеткіншектердің ғылымға қызығушылығы жоғары, себебі өндірісті өркендетудің ең озық үлгісі ретінде робот техникасы кеңінен қолданылуда, ал мұндай байқаулар өрендердің инновациялық жобаларын жарыққа шығарудың алғашқы қадамы. Қазіргі заманның оқушылары бізге қарағанда техникаға, IT салаға өте жақын дамыған. Соған байланысты бұл робототехника саласы оларға мүмкіндік терең, жоғары, үлкен роботтар, жобалар жасауға деген алғашқы қадамы, негізгі фундаменті робототехниканың. Егер бұны меңгерсе, бұдан да жоғары жайлап жүріп, жоғары дәрежеге жете алады. Аймақтық олимпиада нәтижесінде үздік 6 жоба іріктелді. Оның 5-еуін Назарбаев зияткерлік мектебінің, 1-еуін нөмір 44-ші мектептің оқушылары ұсынған. Жеңімпаздар Ақтөбеде өтетін республикалық кезеңге жолдама алды. Гүлден Аюпова, Дастан Бижан, Файдос Кесимов, Ақжайық арнасы.